Саламатсыздар, құрметті әріптестер. Мен Толтанова Мақпал Әуезовна. Номер 2 Шоқан Уәлиханов атындағы жалпы білім беретін мектепте қосымша білім беру педагогі қызметінде жұмыс істеймін. Әр бала ерекше және әрқайсысына мүмкіндік беру біздің міндетіміз. Қосымша білім беру педагогі мақсаты балалардың дарындылығын, шығармашылығын, қабілетін ашып, олардың дамуына жол көрсету біздің мақсатымыз. Қазіргі таңда екі бағытпен жұмыс атқарамын. 5-6, 7 сыныптар алтын ине, шебер қолдар үйірмем бар. Алтын ине үйірмесінде қыздардың жасаған бұйымдары. Осы үйірмем арқылы оқушылардың шығармашылық қабілетін аша білдім. Саламатсыздар ма оқушылар? Саламатсыз ба, ұстаз? Бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы ұлттық құндылық мақтанышым. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Ұлттық құндылық дегеніміз не? Тұрып жауап беріңдер, қол көтеріңдер. Менің ойымша ұлттық құндылық дегеніміз ол әр елдің өзінің ерекшелігі, яғни ою-өрнектері, тағамдары, дәстүрлері. Құндылықты мен қалай түсінемін, ол біздің ата-бабадан қалған дәстүрлі аспаптар, яғни домбыра, желден, тағы да басқалар. Ұлттық құндылықтарымызға салуға біздің қазақтың ою-өрнектері, ұлттық ойындары, ұлттық киімдері жатады. Ұлттық құндылықтарымыз еліміздің ұлыстары, Және ұлттық құндылықтар туралы қандай мақал-мәтелдер білесіңдер? Ұлтты сүю, ұрпақты сүю. Қоянды қадір тілеймін. Адамгершілік болмайды. Тіл халықтың қазынасы. Адамның ұяты бетінде, адамгершілік ниетінде. Туған жерде жер болмас, туған елде ел. Енді кім жылдан ойынын ойнаймыз? Мен сендерге жұмбақ басырам, қол көтері айтамыз. Қаңбақ басып келеді, тапырақты жеңеді, мойны ұзын үсті тау, ертеден елді беледі. Тұрып айтамыз. Қоян жақты тақыр жонды, төрт тұяқ, екі аяқты екі қолды. Салпы ерін өзі жүйрік, кең омырау жуан бұйрық. Кезекші бір жануар, үстінде екі тауы бар. Мойны ұзын, көзі үлкен, ол не өзі тауы бар. Ұзын мойны екі шек, қатар тепшек. Басып көрсең бір-бірлеп, үн шығады күмбірлеп. Бас құлақ мойны бар, үлкен шанағы бар. Әндетіп шығар әнім бар, бұл аспап қай аспап? Қобыз. Жеті шектен жеті түрлі үн шығар, әуезінен жеті тарау үн шығар. Ойнап кетсең түрлі жыр шығар, бұл аспап қай аспап? Саусақ батпас түтіктен, сандуғаш сайрайды. Сыбызғы. Ал балалар, сабағымызда әрі қарай киіз үйде жалғастырайық. Ал немерелерім, Абай Құнанбаевтың қандай өлең шумақтарын білесіңдер? Біз Абай Құнанбаевтың көзімнің қарасы деген атты өлеңін айтып берейік. Ал келдім, сен осы немерелерін әнін тыңдай отырып, қымызыңа сапырып қоя ғой. Көзімнің қарасы, күнімнің санасы, бітпейсі іштегі ғашықтың жарасы.
Al dostlar, koyunların kereme döktü. Dastaqullah bata sırayet atamızdan. Elimiz aman olsun, yurtimiz tinch olsun, işe nasibimiz dämde olsun. Oşu One, two, three, go!